7-8 santimetrga жетті. 16 ақпан күні бидайдың өскіні 10-13 сантиметрге ұзарды. Ал арпаның өскінінің ұзындығы 9-10 сантиметрге жетті. 17 ақпан күні бидайдың өскіні 15-17 сантиметрге жетті. Ал арпаның өскіні 13-15 сантиметрге жетті. Және де тамырлары қалың кейіссізді. 18 ақпан күні арпа мен бидайды жинадық. 2 килограмм таза дәннен 9 килограмм 30 грамм жасыл өскін алдық. 2 килограмм арпадан 6 килограмм 60 грамм жасыл өскін алдық. 3 күн тауықтарды жасыл өскінмен қоректендіру арқылы жұмыртқаларын салыстырдық. Бір дегеніміз, яғни жұмыртқаны бірінші жасыл өскінді жегенге дейінгі жұмыртқа. Екінші жасыл өскінді жегеннен кейінгі жұмыртқа. Енді салыстырып көрейік. Бірінші және екінші жұмыртқа. Жұмыртқалардың сарылығына мән беріп қарасаңыздар, өзгешелік бар.